кейбір адамдарда зәр шығаруға шұғыл қажеттілік болады. Бұл қоғамда өте жиі кездеседі, және бұл жағдайды гиперактивті қуық деп атайды. Гиперактивті қуық жалпы халықтың шамамен 15-ына әсер етеді. Және бұл жағдай балаларда, жасөспірімдерде, сондай-ақ қарт адамдарда да кездесуі мүмкін, бірақ жас ұлғайған сайын жиілігі мен ауырлығы арта түседі. Шұғылдық зәр шығарудың жиілеуіне түнде бірнеше рет оянып зәр шығаруға, ноктурия, тіпті зәрдің еріксіз ағуына немесе ұстамауға әкелуі мүмкін. Қарт адамдарда түн ортасында ұйқылы күйде дәретханаға асығып бару қажеттілігі құлау мен сүйіп сынуына әкелуі мүмкін, ал кейде бұл адамның өміріндегі соңғы оқиғаға айналуы да ықтимал. Гиперактивті қуық салдарынан зәр шығарудың шұғылдығынан зардап шегетіндер үшін өмір салтын өзгерту, мысалы, сұйықтықты шамамен ішу, шай, кофе және алкогольді шектеу, егер артық салмақ болса, салмақ тастау, темекі шегуден бас тарту, осының бәрі гиперактивті қуықтың белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Қуықты жаттықтыру және жамбас түбі бұлшық еттерін жаттықтыруда гиперактивті қуықпен ауыратын науқастарда шұғылдықпен жиі зәр шығарудың белгілерін жақсартуға көмектеседі. Осындай консервативті шараларға жауап бермейтіндер үшін дәрі-дәрмек бар. Бұл дәрілер негізінен екі топқа бөлінеді. Антимускариндік және бета-3 агонистері. Кейбір науқастарға екеуін біріктіріп қолдану қажет болуы мүмкін. Бұл науқастардың басым көпшілігін өмір салтын өзгерту, дәрі-дәрмекпен емдеу және басқа да консервативті шараларды біріктіріп басқаруға болады. Рефрактерлі гиперактивті қуық деп аталатын науқастардың шағын тобында басқа да арнайы емдеу тәсілдері қажет болуы мүмкін. Рефрактерлі гиперактивті қуықпен ауыратын науқастарда әдетте өте қатты шұғылдық немесе шұғылдыққа байланысты зәрдің ағуы байқалады. Бұл оларды мазалайды және олар өз белгілерін бақылау үшін басқа да озық емдеу әдістерін қалайды. Мұндай емдеу әдістеріне ботулинум токсині немесе сакралды нейромодуляция кіруі мүмкін. Науқастардың басым көпшілігі үшін гиперактивті қуық денсаулыққа қауіпті емес, бірақ өмір сапасына әсер ететін мәселе болып табылады. Сондықтан емделуге деген науқастың ниеті немесе емге нашар немесе жартылай жауап болған жағдайда емді күшейтуге деген талпынысы не істеу керектігін шешуде маңызды фактор болып саналады. Барлық осындай науқастар бастапқы тексеруден өтуі тиіс. Себебі гиперактивті қуықтың белгілеріне ұқсас, бірақ одан да күрделі болуы мүмкін басқа жағдайлар анықталып, жоққа шығарылуы керек. Тиісті ем қолданылған жағдайда гиперактивті қуықпен ауыратын науқастардың көпшілігі өз белгілерін жақсы бақылауға алып, өмір сапасын жақсарта алады.